сәлеметсіздер ме? Мен Түпқараған гуманитарлық кәсіптік колледжінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Байбулаева Айгүл Ербосынқызымын. Қазақ әдебиетінен бірінші курстарға арналған панорамалық сабағымды ұсынамын. Бұл сабақты жаңа технологиялар, атап айтқанда QR-кодты пайдалану, жасанды интеллект көмегімен сабақ өткізу процесін жандандырып, қызығушылықты арттыру мақсатында түрлі әдіс-тәсілдерді көрсету арқылы өткіземін. Бүгінгі сабағымның тақырыбы Абай Құнанбаевтың «Масғұт» поэмасы. Сабаққа кіру мақсатында алдарыңызға кіру билетін ұсынамын. Сіз бүгін сабақта не білгіңіз келеді? Осы кіру билетін толтыра отырып, келесі сабаққа жол тартады. Сабақтың мақсаты Абайдың «Масғұт» поэмасы арқылы адамгершілік құндылықтар мен парасаттылық мәселелерін талқылау. Поэманың негізгі идеяларын, кейіпкерлердің психологиясын түсінуге бағыттау. Абайдың философиялық көзқарастарын ұлттық әдебиетіміздегі орны мен рөлін тереңірек ұғындыру. Енді ой түрткісі әдісі арқылы алдарыңызда сілтеме беріледі. Сол сілтемені ашып, бейнероликті көру. Сұрақтарға жауап береміз. Жетелеуші сұрақтар. Поэманың бас кейіпкері кім? Ол қандай қасиетімен ерекшеленеді? Абай «Масғұт» поэмасын қандай шығарманың желісімен жазды? Оған не түрткі болды? Поэмада қандай мәселе сөз болды? Кейіпкердің қызыл жемісті таңдауынан қандай ой түйдіңіздер? Енді шығарманың сюжеттік композициялық құрылысына тоқталайық. Оқиғаның басталуы. Бағдат шаһарында Масғұттың қарақшыдан дәрменсіз шалды құтқарып, өзінің жаралануы. Масғұт пен шалдың диалогы. Шығарманың байланысы. Масғұтты бұзылған тамға ертіп барып, үш түрлі жемісті ұсынуы. Масғұттың қызыл жемісті таңдауы. Қыдыр шалдан бата алуы. Оқиғаның шиеленісуі. Шәмші Жихан атануы. Масғұттың халифаға уәзір болуы. Қыдыр шалдың аян беруі. Оқиғаның шарықтау шегі. Жаңбыр суын ішкен жұрттың ақылынан адасуы. Жынданған халықтың сарайға келуі. Шығарманың, яғни оқиғаның шешімі хан мен уәзірдің амалсыздан жаңбыр суын ішіп, көппен бірдей болуы. Енді осы поэманың композициялық құрылысына негізге ала отырып, берілген шумақтарды сәйкестендіреміз. QR-код әдісі арқылы топтық жұмыс. Алдарыңызда сіздерге QR-код салынған тапсырмалар беріледі. Қолдарыңыздағы смартфондарыңызды пайдалана отырып, сканерлеп тапсырмаларды орындайсыздар. Оқылым тапсырмасы. Ендігі тапсырма поэмадағы қызыл жемісті таңдаудағы артықшылығы мен кемшілігін Вен диаграммасы арқылы жазуымыз керек. Яғни, бір-бірімен айқасқан екі шеңбердің екі жағына салыстыруға берілетін нысандар сипаттамалары жазылады, айқасқан жерге ортақ сипаттар жазылады. Жағдаяттық тапсырма, яғни табыс баспалдағы. Бір күні сендерге де данышпан қария жолығып, ақыл, байлық, әйел үшеуін біреуін таңдауыңызды сұрайды. Сіз табыс баспалдағына жету үшін не істер едіңіз? Қайсысын таңдар едіңіз? Әлде өз мамандығыңызбен байланыстырып, ойыңызды жинақтап жазу керек. Енді Масғұт поэмасы бойынша глоссариймен таныс болайық.
арашашы қысылғанда көмекке келетін, қол ұшын беретін, жақтасатын, сөзін сөйлейтін жан дегенді білдіреді. Топа тұрсаң, қалай болса солай, тектен тек, бостан босқа. Қыдыр ел аралап жүретін әулие, адамға бақыт, дәулет беруші, яғни мифтік бейне. Халифа орта ғасырларда мұсылман дініндегі елдердің діні мен үкіметтің бір өзі басқарып отыратын мемлекет билеушісінің құрметті атағы, лауазымы. Кесел бұл кесір, індет, дерт, сырқат, кесапат дегенді білдіреді. Құлдық ұру, біреуге бағыну мағынасында. Уәзір хан көмекшілері, ақылшылары. Арун Рашид халиф арабтардың әйгілі мың бір түн ертегісінің кейіпкерлерінің бірі. Шырш бұзған, тыныштығын, берекесін кетірген, шырқын бұзған. Пәрдуәгер, жаратушы, Алла, Құдай. Ғапыл боп, қапы қалып, арманда болып, опық жеп деген мағынада. Шәмсі Жихан бұл дүниенің күні. Енді рефлексия, яғни 5 саусақ әдісі арқылы кері байланыс жасаймыз. Сіздер бүгінгі сабақтан нені түсіндіңіздер, нені түсінген жоқсыздар, соны осы 5 саусақ әдісі арқылы жеткізесіздер. Бас бармақ мен үшін маңызды, қызық, балан үйрек, маған түсініксіз болды. Ортан керек, маған жеткілікті болмады. Шылдыр шүмек, менің көңіл күйім. Кішкене бебек, менің ұсынысым. Енді шығу билетін қолдана отырып, ұнаған 3 кезеңді, ұнаған 2 сұрақ, келесі сабаққа ұсыныс жазып, тапсырып. Енді үйге тапсырма Масғұт адамгершілік күрескелі тақырыбына әдеби эссе жазамыз. Бағалау парағы бойынша бүгін білім алушылардың іс-әрекеттерін балдық жүйемен бағалаймыз. Бүгінгі сабағымыз жоспарланған мақсаттарға жетті. Әңгіме мазмұнын терең түсініп, негізгі идеяны аштық. Сабақ барысында сіздер белсенділік танытып, қойылған барлық міндетті орындадыңыздар. Назарларыңызға рахмет.